Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді болып шығатын, сіздердің көп уақыттарыңызды алмайтын, керемет болып көтерілетін пирогты жасайтын боламыз. Ал ендеше жасауды бастайық. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды әкеп саламыз. Сосын 190 грамм шекерімізді қосып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Бұл жерде миксерді тоқтатпай, мен миксердің бірінші скоростында шамамен 4-5 минуттай миксерладым. Біздің жұмыртқамыз ағару қажет. Достар, осы пирогтың толық құрамын видеоның астындағы описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден көріңіздер. Мінекей осылай жұмыртқаларыңыз ағаса, миксерларыңызды тоқтатсаңыздар болады. Жақсылап тұрып араластырып болған соң, келесі кезекте 100 грамм ерітілген сары майды қосамыз. Сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Сосын 200 грамм айран қосамыз. Айранның орнына сүт немесе қаймақ қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Сосын венчиктің көмегімен араластырамыз. Достар, осы пирогты жасап жатқан кезде мен алдын ала тоңазытқыштан сары майды, жұмыртқаны, айранды шығарып қоямын. Барлығы бөлме температурасында болса, пирогтарыңыз көтеріліп, өте дәмді болып піседі. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Келесі кезекте ұнның кезегі. Мен ұнды 2 бөлікке бөліп барып қосамын. Ұнымыздың бір бөлігін қосып болған соң 18 грамм қопсытқыш қосамыз. Осындай бір пакеттің ішінде 18 болады. Осының бәрін қосамыз. Сосын қопсытқышты қосып болған соң венчиктің көмегімен араластырып аламын. Мен бұл жерде осы пирогтың қамырына барлығы 300 грамм ұн қостым. Сіздерде 300 граммнан ұн көбірек кетуі мүмкін, немесе азырақ кетуі мүмкін. Сол үшін де пирогтарыңыздың қамырларына қарай қосыңыздар. Мінекей мына шетте ұнның екінші жартысын қосып жатырмын. Міндетті түрде иліктен өткізейік, себебі ұнның арасында қоқыстар болуы мүмкін. Бірінші, осындай кішкене венчиктің көмегімен араластырып аламын. Ары қарай миксердің көмегімен қамырымыз бір келкі болғанша араластырамыз. Бұл жерде көп уақыт бойы миксермен араластырудың қажеті жоқ. Шамамен қамырларымыз осылай әдемі бірігіп, қоймалжың болып бастаған кезде миксерді тоқтатсаңыздар болады. Мінекей, біздің пирогымыздың қамыры дайын болды. Осындай қоймалжың, орташа қоюлықтағы бір келкі қамыр шығу қажет. Келесіде бізге керегі пирог пісіретін форма. Менде осындай форма. Бұл форманың диаметрі 22 сантиметр. Осы формаға май жағып шықсаңыздар болады, немесе пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Мен пергамент қағазын төседім. Төсеп болған соң қамырымызды әкеп құямыз. Айтпақшы достар, пештеріңізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қойыңыздар. Қамырымыздың бәрін формамызға құйып болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 35 пен 40 минут аралығында пісіреміз. Достар, әр үйдің пеші әртүрлі пісіреді. Өздеріңіздің пештеріңізге қарай пісіріңіздер. Пирогтың піскенін осындай таяқша арқылы білсеңіздер болады. Таяқшаңыз құрғақ болып шықса, пирогтарыңыз пісті деген сөз. Енді пирогымызды кішкене суытып, сосын формасынан шығарамыз, яғни формасынан аламыз. Достар, сіздер осы видеоны қай қаладан немесе қай елден көріп жатырсыздар, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Және де осы менің YouTube каналымда басқа да оңай жасалынатын, дәмді болып шығатын пирог, тәттілердің рецепті бар. Осы видеоны көріп болған соң, сол басқа да видеоларымды көріңіздер. Дәл осы пирогты менің рецептіммен жасайтын болсаңыздар, осындай өте дәмді, керемет болып шығатын пирог сіздерде де шығатынына күмәнім жоқ. Пирогымыз хош иісті, жұмсақ болып шыққан, ауызда еритін болып өте керемет болып шықты. Шынымды айтсам, өзіме осы пирогым қатты ұнайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.